Құрметті Еркебұлан Қажы Ыбырайымұлы, студиямызға қош келдіңіз. Баршамызға белгілі, қазіргі таңда ел арасында мәзһабты мойындамайтын, оны жоққа шығаратын бауырларымыз кездесіп жатады. Осы ретте тыңдармандарға түсінікті болу үшін әңгімемізді мәзһаб ұстанудың маңыздылығынан бастасақ. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өте дұрыс, өте орынды. Қазір осы жастарымыздың арасында, мешіт жамағаттарының арасында бұндай сөздің көтеріліп жатқаны жасырын емес. Оған байланысты діни басқармамыздың беделді қызметкерлері, ағаларымыз көптеген кітаптар, еңбектер жазып жауап беріп жатыр. Алла разы болсын ол кісілердің еңбектерінен, Алла сауаптан жазсын. Міне, оған қарамастан өкінішке орай әлі де кейбір жастарымыз, мешітке келушілер болсын, осы намазхандардың арасында дау болып көтеріліп жатыр. Негізінде сол ағаларымыздың, діни басқарманың беделді қызметкерлерінің еңбектерін, мақалаларын, жазған жауаптарын қарайтын болсақ, ол жерде де толыққанды жауап берілген. Қолымыздан келгенше осы нәрсені біз түсіндіріп көрейік. Негізінде жалпы мәзһаб деген ұғым қалай және қай кезден пайда болды? Негізінде мәзһаб деген сөздің мағынасы жол, бағыт, мектеп деген білдіреді. Яғни мектеп дейтініміз бір арнамен түскен, бір қалыптасқан институт мағынасында айтылады. Міне, мәзһаб ұғымы пайғамбарымыздың кезінде алейхиссалату вассалам болмаса да кейін пайда болды, терминологиялық, терминдік түрде. Жаңағы мазһабты жоққа шығарып жатқандар, олардың бір ғана уәжі бар. Олар айтады, пайғамбарымыздың кезінде алейхиссалату вассалам мазһаб болмаған, саған пайғамбарымыздың сөзі артық па саллаллаху алейхи вассалам, жай ғұламаның сөзі артық па деп адамдарды қателестіріп, шатастырып жүр. Енді бұған мен келіспеймін. Пайғамбарымыздың кезінде мазһаб болмаған деген. Қайталап айтамын, ұғым ретінде, форма ретінде мазһаб болған пайғамбарымыздың кезінде. Оны Рамадан Аль-Бути деген сириал үлкен ғұлама, марқұм болды жақында. Сол кісі өзінің кітабында жазады. Мазһаб болған, бірақ мазһаб деген сөз терминдік ретінде, терминология ретінде қолданысқа енбеген болатын. Сөйтіп, мынандай бір дәлелмен келтіреді. Қараңыз. Сахабалардың кезінде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сұрақтардың барлығына өзі жауап беруге тырысқан. Кей кездері кейбір сахабаларды бөліп адамдарға Құранды, шариғат үкімдерін үйретуге тағайындаған екен. Олар кімдер? Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху. Біздің Ханафи мазһабының былайша қарағанда негізін қалаушы десек те болады. Басым көпшілік хадистеріміз бен көзқарастарымыз осы сахабадан алынады. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху, Омардың баласы, хадистерді үйреткен. Убей ибн Кааб, Салим. Осылай кете берсек, біраз сахабалардың атын білеміз. Олар не істеген? Міне бүгінгі таңда имамдар қандай жұмыспен айналысып? Діни ағартушылықпен айналысып жатыр ғой. Міне сахабаларды сол кезде Құран үйреткен екен басқа сахабаларға. Көрдіңіз бе? Сонда Абдуллах ибн Мас'уд Құран үйреткен, Убей ибн Кааб Құран үйреткен. Бұл сахабалардың барлығы шариғатта мынаны істеу дұрыс, мынаны істеу дұрыс емес деп айтқан екен. Бұны растайтынымыз пайғамбарымыздан келген мына бір хадиспен. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, худул Құран анил арба. 4 кісіден Құранды алыңдар дейді. 4 кісіден үйреніңдер дейді. Абдуллах ибн Мас'уд, Убей ибн Кааб, Зейд ибн Сабит және Салим. Осы 4 сахабадан Құранды үйреніңдер дейді. Дәл солай Муаз ибн Джабалды Йемен халқына жіберген кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзі бара алмады ғой. Кімді жіберді? Сахабасын жіберді, Муаз ибн Джабалды. Сол Йемен халқы Муаз ибн Джабалды тыңдап, соның сөздеріне құлақ асып, дінге келді, исламға келді. Міне, демек сол кезде сахабалардың әрбір сахаба 10 шақты болсын, олар 5-6 болсын, бір арнайы топтардың көшбасшылары болып есептелген екен. Бастап жүрген, үйретіп жүрген. Міне, Рамадан Аль-Бути өзінің кітабында осы сахабалардың осы амалдарын негізге ала отырып, мазһабтың формасы, ұғым ретінде сол кезде қалыптасқандығын айтады. Көрдіңіздер? Сондықтан пайғамбарымыздың кезінде саллаллаху алейхи вассалам мазһаб болмаған деген сөз бекер сөз. Енді мазһаб деген сөздің өзі болмаған шығар, бірақ ұғым ретінде сахабалардың тәлім тәрбие алуы, ілім алуы тура бүгінгі ұқсас болған. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, дүниеден өткеннен кейін мәзһаб деген ұғым болды ма? Бұл туралы не айтасыз? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бақилық болады. Қайтыс болған кезде 2 мазһаб қалыптасады өздігінен. Яғни 2 сахабаның сөзімен еретін болған, барлық мұсылмандар сонымен жүретін болған. Мазһабул хадис және мазһабур рай. Хадис мазһабы және көзқарас мазһабы. Хадис мазһабы бүгінгі Сауд Арабия жерінде қалыптасқан. Оны бастаған Абдуллах ибн Умар және мазһабур рай, көзқарас мазһабы ол Абдуллах ибн Мас'уд. Ол бүгінгі Ирак және соның көршілес араб мемлекеттері. Қараңыз, неге мазһабул хадис мазһабур рай болып аталған? Мазһабул хадис тікелей хадис мазһабы деп аталды, өйткені сахабалардың басым көпшілігі қоныс аудармаған болатын. Біреу болмаса екіншісі бір жағдайға байланысты бір хадисті айтуға мүмкіншілігі бар еді. Ал бүгінгі Ирак, Сауд Арабиядан қашық жерде. Ол жерде сахабалардың саны едәуір аз болатын. Сөйтіп Абдуллах ибн Мас'уд бір жағдайға байланысты хадис таба алмаған жағдайда не қылады? Басқа бір хадистің үкімін салыстыра отырып жауап береді. Содан мына мазһабур рай, көзқарас мазһабында мына ақыл ойды жүгіртіп салыстырмалы қисын мәселелерді шешуге өте бейім болатын. Бұны біз жоққа шығара алмаймыз. Кез келген кітапта бар. Егер пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кезінде болмады дейін десек, бақилық болғаннан кейін мұсылман үмбеті осылай 2 мазһабпен жүрген. Оны жоққа шығарып көрейік, жоққа шығара алмаймыз. Көзі байлап қойсақ та бұл көрінетін нәрсе. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан біз естеуіміз керек, оны жоққа шығаруымыз орынсыз. Енді біз бүгінгі таңда мазһаб бізге қажет па, қажет емес па дегенге тоқталатын болсақ. Қараңыз, кез келген бір саланы қарасаңыздар,
бұндай айтылып жүрген сөздер. Әрбір саланың өзінің мамандары болады, білікті, білімді. Өкінішке орай осы ұғым дінге келген уақытта қолданылмайды. Қазір еріккеннің ермегіне айналып кетті дін. Ненің кесірінен? Сол мазхабты мойындамаудың кесірінен. Сол екінің біреуі фатуа айтады. Күні кеше ғана бір жерде кездесуде отқан кезде күрделі сұрақтарға жауап бергісі келеді, бірақ араб тілі әліппесінің саны қанша десем жауап бере алмайды. Тәжвид ережелерінің кейбір қағидаларын сұрасам жауап бере алмайды. Бұл ең жеңіл, ең оңай пән, діни пәндердің ішінде. Бірақ адамдарды оны кәпір ма, мүшрік па, бидғат емес па, харам ба, халал ма деген кезде алдына жан салмайды. Ненің кесірі? Сауатсыздықпен осы мазхабты жоққа шығару және дін еріккеннің ермегіне айналғандығының белгісі. Құрандағы мына бір аятқа біз қарсы келе алмаймыз. Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер, зікір иелерінен сұраңдар дейді. Зікір иелері ілім иелері бұл жерде. Нахл сүресі 43-ші аят. Білетіндер мен білмейтіндер тең бола ма? Тең болады десек те Құранға қайшы келеміз. Құранда Алла тағала бұны 14 ғасыр бұрын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам вахи түсіріп белгілеп қойған, ашық айтып қойған. Білетін адам мен білмейтін адам еш уақытта тең болмайды. Құранда не дейді? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Қул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Айт, білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген. Әрине тең емес. Бұл жерде араб тілінің өзіндік ережелеріне истифхам инкари деген ұғым бар. Яғни сен бір нәрсені сұрап жатқан кезде оның олай емес екендігін айтып отырсың да. Білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген уақытта, яғни сен не айтқың келіп отыр? Әрине тең емес қой деген мағынаны білдіретін ереже бар да араб тілінде. Құран осы ережемен келген сол кезде. Демек білетіндер мен білмейтіндер тең бола алмайды. Құранда жаңағы аят бар. Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар. Болды, уәжіп. Біз білім иелерінің артынан жүруіміз керек, еруіміз керек. Барлығымыз бірдей имам мужтахид бола алмаймыз біз. Көрдіңіздер ме? Міне сондықтан осы нәрсеге біз мұқият болуымыз керек. Біз басқа аяттарды оқыған кезде керемет боламыз, мына аяттарға келген кезде көз жұмамыз, дұрыс емес. Міне сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дейді: хайрукум ман тааллама ал-илма ва алламаху. Сендердің ең жақсыларың ілімді үйреніп, оны өзгеге үйреткендерің дейді. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың сөр сәулесі. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Абай Құнанбайұлы. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Кейде сахих хадистер тұрғанда мазхаб ұстанудың қандай қажеттілігі бар дейтін бауырларымыз да кездесіп жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Мазхаб нағыз Құран, нағыз сүннет жолы. Ахл сүннет уал жамаатқа кіретін 4 мазхаб бар бүгінде исламда. Ол біздің ұстанатын мазхаб: имам Абу Ханифа рахимахуллах ханафи мазхабы, Шафиғи мазхаб, имам Шафиғи негізін қалаған, Хамбали мазхаб, имам Ахмад ибн Хамбал және Малики мазхаб, имам Малик. Қараңыздар, бұл кісілер қандай кісілер? Біріншіден бұл кісілер алғашқы 3 дәуірге, салафус салихтың дәуіріне жататын ғұламалар. Яғни алғашқы 500 жылға кіреді. Яғни мен ана салафиттің орнына мен нағыз салафтын десем маған жарасады. Өйткені мен Абу Ханифаның жолымен жүріп жатырмын. Көрдіңіз ба? Яғни мен салафус салих жолында жүргім ғой, саған қарағанда десем қайда маған жарасады ол сөз. Мына мазхаб ұстанатындарға жарасады. Өйткені өмірбаянын ашып қараңыз, 500 жылға кіреді бұлар. Алтын ғасырға кіреді. Имам Абу Ханифа тіпті сахабаларды көрген деген риуаяттар да бар. Мысалға, бұл қандай кісі? Бұл кісі табиғин сахабаларды көрген кісі. Оразада 60 рет хатым сүретін кісі болған екен. Өмірбаянын алып оқысын, сол мазхаб керек емес. Кім ол? Абу Ханифа біз сияқты адам ғой, қателеседі ғой дейтін кісі. Мен енді қателеспейді деп айтпаймын, бірақ оншалықты өйтіп бұл әдепсіздік деп есептеймін, ондай сөзбен айтатын болса. Бұл кісі Рамазан айында 60 рет хатым сүрген кісі. Сонда ойлап қараңыз, күндіз бір хатым сүрген, Құранда түнде бір хатым сүрген. Имам Шафиғи қандай кісі болған қараңыз. 7 жасында, 10 жасында Құран жаттайды, 15 жасында фатуа беретін кісі болған бұл кісі. 15 жасында. Міне. Имам Малик: менің сөзіме 70 ғалым куә болмайынша мен фатуа бермейтін едім дейді. Қараңыздар қандай кісі. Имам Ахмадтан сол жерде, Имам Ахмад туып өскен жерде одан тақуа, одан ғалым, одан дін мәселелерін керемет білетін кісі мен көрмедім деп имамдар айтқан. Сол имам Малик, имам Шафиғидің сөздері. Имам Шафиғи не деген? Ан-насу аялун ала яди Аби Ханифа деген. Адамдар дейді Абу Ханифаға фиқ мәселесінде қарыздар деп айтқан да. 4 имамды айттым, қараңыз. 4 имам бір-бірінің сөздеріне куәлік етіп отыр. Мен басқа кісілердің бір-біріне айтқан сөздерін келтірген жоқпын. Бір-бірінікін алып келдім. Бұл нені білдіреді? Замандас ғұлама болып, ол кісіні мақтау айтса, ол кісіні қандай дәрежеде болғанын айтса, онда ол кісі мойындалады. Онда ол нағыз мужтахид. Онда ол нағыз мужтахид. Ал бір кісінің соңынан тек қана шәкірттері мақтаса, онда ондай дәрежені білдірмейді. Өйткені ол шәкірті жақсы көруі мүмкін, оны сыйлауы мүмкін. Егер өзі сияқты ғұлама жақсы сөздер айтатын болса, сол кезде ол қабылданады. Бұл осындай қағида, осындай қалыптасқан нәрсе. Жаңағы сөзінде мен тек қана бір-бірі туралы демек, бұл қандай кісілер болған қараңыз. Әрбір мәселеге тиянақты болған. Олар ойлайтын шығар енді, әшейін ойынан жаза салды деп айтады. Олай емес қой. Бұлардың барлығы фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деген аятқа амал еткен кісілер бар. Міне, сондықтан бұл жай адамдар емес, салафус салихқа кіреді. Өйткені дін мәселелерінде біз қиналып қаламыз. Біз кейбір қиын, күрделі сұрақтарға жауап таба алмай қаламыз. Қай кезде сен мазхабты ұстанбауыңа болады. Қай кезде мазхаб саған керек емес. Сен имам мужтахид болсаң,
имам мужтахид болса. Иштихад деген не? Имам мужтахид деген бір күрделі мәселеде, Құранда да, хадисте де нақты мәтін немесе нақты бір дәлел келмей, сен басқа аятпен басқа хадистер салыстырмалы түрде жауабын тауып бір мәселені шешуіңді айтады. Енді осы сіз айтып отырғандардың арнайы шарттары бар ма? Соны түсіндіріп өтсеңіз. Оның шарттары ең бірінші кітапты жатқа білу, яғни Құранды. Екінші сүннетті білу. Үшінші әл-иджма, бір ауыздан сахаба табииндер ғұламалардың келіскен нәрсесі. Төртінші қияс, қисын немесе аналогия дейді. Бесінші усулул фиқ негіздері. Оған мысал келтіріп өтемін. Араб тілі, морфология, синтаксис, бүкіл тұстарымен. Одан кейін насих мансух, Құранның үкімін жоюшы, үкімін жойған аяттар. Және мусталахул хадис, қай хадис сахих, қай хадис сахих емес, қайсысы әлсіз, қайсысы әлсіз емес. Міне осы 8 нәрсені білген кісіге мазхаб ұстанбауына рұқсат етіледі. Бүгінгі таңда ғұламалар айтады, имам мужтахидтердің дәуірі өтті, қазір мужтахидтер жоқ. Қазір ғалымдар бар, ғұламалар бар, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ имам мужтахидтер, мына 4 мазхаб имамдары шәкірттерімен біткен олардың дәуірі болды. Көрдіңіздер ме? Біткен. Осы 8 нәрсені білетін адам толықтай. Сіз қараңызшы, имам Науауи үлкен мухаддис, Ибн Хаджар Ал-Асқалани. Бұлар 100 мыңдаған хадистерді жатқа білетін кісілер, барлығы мазхаб ұстанады. Шафиғи мазхабын ұстанған көрдіңіздер. Міне ғұлама кісінің әдебі мен ақлақы қалай болу керек. Бізде олай емес. Бізде қазір бір хадис жаттады, 2 аят жаттады, ғұлама кісі болып шығады. Мазхаб ұстанбаудың қажеті жоқ. Егер ондай болатын болса, неге имам Науауи, имам Ибн Хаджар 100 мыңдаған хадистерді жатқа білсе де, ол хадистердің қайсысы әлсіз, қайсысы сахих екендігін біле тұра, өздерінің мазхабтарын тәрк етіп шығып кетпеді. Демек, олар сол имамдардың мойындағандығы. Көрдіңіз бе? Егер осы 8 нәрсені, иштихадтың 8 шартын білдің бе, онда ұстанбауыңа болады. Қалған жағдайда мазхабпен жүру уәжіп, өйткені Құранда айтады, міндет. Жаңа мен усулул фиққа байланысты бір мысал келтірейін дедім. Қараңыз, Құранда ең ұзын бір аят бар. Қарыз аяты дейді. Яғни қарызға беріп бермеу мәселесінде Алла Тағала бір бет арнаған осы аятқа. Ол Құранда Бақара сүресінде былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману, иза тадаянтум бидайнин иля ажалин мусамма фактубу. Ей иман еткендер, егер сендер бір-бірлеріңе белгілі бір уақытқа дейін бір-бірлеріңе қарыз берсеңдер, онда оны жазыңдар дейді. Жазу керек. Енді қазір мұсылмандар бір-біріне қарыз береді. Үлкен көлемде, үлкен қаражат болмаса, онда нотариалды түрде ешкімге қолхат алып оны растамайды. Ондай болса, барлық мұсылмандар мен бір теңге біреуге қарыз берсем, оны міндетті түрде жазып алуым керек. Бірақ қайсымыз ол нәрсені істеп жүрміз? Ешқайсысы емес. Міне усулул фиқ осыны зерттейді. Бұл жердегі жазыңдар деген бұйрық рай қандай амалда келген, қандай мағынада келген? Яғни жазсаңдар жақсы болады. Лил-надб, немесе мандуб дейді араб тілінде. Яғни жазып қойсаңдар жақсы. Егер бұл ілім болмаса, онда түгелдей мұсылмандар күнәһар болып есептелінеді. Міне мазхабтың рөлі осыдан білінеді. Онда ол бауырларымыз тікелей алатын мазхаб керек емес дейтін болса, бұған байланысты бір шешім тауып берсін. Тауып бере алмайды сол мазхабты жоқ деушілер. Айналып келіп осы 4 имамның біреуінің сөзіне келіп жүгінеді, соңынан айтады, ой, ол пайғамбарымыздың хадисі ғой дейді. Еркебұлан Ыбырайымұлы, хабарымыздың аяқталуына да санаулы минуттар қалды. Бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымызды қорытындыласаңыз. Бұл Құран және сүннеттен шығарылған үкімдердің жиынтығы мазхаб деген. Бізге қолайлы етіп, дінімізді практика жүзінде қалай жүргіземіз, осының барлығын бізге жік-жіктеп түсіндіріп берген мәселе. Иштихадты жоққа шығаратын болсақ, онда жаңағы хадиске қарсы келгендер ол адамдар. Муаз ибн Джабалды Йеменге жіберген кезде не деді? Бима тақди деген уақытта. Сен немен үкім шығарасың деген? Би китабилла деді. Алланың кітабына жүгінемін, Құранға жүгінемін деді. Фа иллам таджид фи, о жерде таппасаңшы, фа би суннати расулихи, онда мен оның елшісінің сүннетіне жүгінемін деді. Фа иллам таджид фи, ол жерден таппасаң да, ажтахиду би нафси, онда мен иштихад жасаймын. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам арқасынан қағып Аллаға мадақ мақтау айтады. Тура жолға сені салған Алла Тағалаға мадақ пен мақтаулар болсын дейді. Иштихадтың өзін растап отыр. 4 имамның, оның ішінде біздің Абу Ханифа мазхабы, имам Абу Ханифаның иштихадын сөздерін жоққа шығарған, Муаз ибн Джабалға айтқан пайғамбарымыздың сөздерін алейхиссалату вассалам жоққа шығарумен тең болады. Олар одан артық нәрсе істемеген. Сондықтан бұның барлығы бізге ілім алуға келеді. Бекерден бекер Құранда ең бірінші аят иқра деп түспеген, оқы деп түспеген. Міне мен сол бауырларға айтарым, оқыңдар, сауаттарыңды көтеріңдер. Білесіз бе, уағыз айтушы адам мен фатуа беруші адам екеуі екі бөлек. Уағыз айтатын кісі уағыз айта береді, бірақ ол адам фатуа бере алмайды, дұрыс бұрыстығын анықтай алмайды. Уағыз айтатын кісінің жұмысы бөлек, фатуа беретін кісінің жұмысы бөлек. Бізде сол адамдар интернет сайттары болсын, әртүрлі аудио, бейне өнімдердің барлығында уағыз айтады, сонымен қатар үлкен күрделі мәселелерге фатуа беріп жатады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Фатуа беретін адамдар болады, күрделі сұрақтарға жауап беретін адамдар болады. Ал олар уағызын айта ма? Уағызымен шектелсін. Біреудің амалы дұрыс, бұрыс, ол кәпір, ол мүшрик, ол бидғат, ол оның ісі емес. Міне сондықтан осы нәрселерді біз білуіміз керек, сауатымызды көтеру керек. Бұлай кете берсе, еш уақытта бұл нәрсе тоқтамайды. Егер мазхабқа келетін болсақ, мазхабты мойындап, біздің міндетімізді жүзеге асыратын болсақ, онда ауызбіршілік ынтымақ та болады бізде, түсіністік те болады, және дінімізді практика жүзінде пайдалану бізге өте қолайлы болады. Басқа жағдайда мазхаб бидғат, мазхаб ұстанушы, адасушылық, бұлардың барлығы негізі жоқ сөздер, бүйректен сирақ шығару деп білемін.
Сондықтан біздің бабаларымыз қазақ жеріне дін мазхабтан келді. Олардың сөзіне құлақ асатын болсақ, кеше 4-5 жылдың көлемінде, 5-10 жылдың көлемінде біз мұсылман болған екенбіз. Оған дейін қазақтар мүшрік, кәпір, ең жеңіл айтқан сөз бидғатшы болған екен қазақтар. Міне, бұл да шын мәнінде іріткі шығаратын сөздер, мынау адамдарды арандату деп есептеймін бұны. Біздің бабаларымыз мазхаб толық білген. Дініміз қазақ жеріне келген кезде альхамдулилля осы мазхабтың бар кезінде келді, мазхабтың негізінде келді. Сондықтан бұны жоққа шығару, мен ойлаймын, әбестік. Алла тағала қашанда ауызбіршілігімізді ыдыратпай, әрбір шаңыраққа тек қана шаттық нәсіп етіп, өзінің сүйікті пенделерінің қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін.